Сәлем достар, бүгін біз сіздің қазақ тарихын қаншалықты білетініңізді тексереміз. Әр сұраққа 10 секунд уақыт беріледі және 4 нұсқасымен. Ал ендеше бастайық. Бірінші сұрақ: Қазақ хандығы қашан құрылды? Екінші сұрақ: Қазақстанның алғашқы астанасы болған қала? Үшінші сұрақ: Қазақстанның тәуелсіздігін жариялаған күн? Төртінші сұрақ: Қазақстанның алғашқы президенті кім? Бесінші сұрақ: Қазақ хандығы негізін қалаған хандар? Алтыншы сұрақ: Қазақстанның ең ірі табиғи байлығы не? Жетінші сұрақ: Қазақстанның ұлттық валютасы теңге қай жылы енгізілді? Сегізінші сұрақ: Ұлы Отан соғысы кезінде аты аңызға айналған қазақстандық батыр қыздардың бірі кім? Тоғызыншы сұрақ: Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі? Оныншы сұрақ: Алаш партиясы қай жылы құрылды? Осымен біздің сұрағымыз аяқталды. Аз да болсын тарихты еске түсірген болса, және осындай видеоларды көргің келсе, осы арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіз.